Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын. Тыңдаңыздар. Бұзық балалар. Шайдай, керемет күні болса да, далада ыстық тақ бұрық сезінді. Түстігі күні жерді қатты қыздырып қойды. Тентек балалар өзенге демалуға барды. Олар бақшадан өтіп, онда пісіп жатқан алмаларын көріп, шарбақтан секіріп, алмаларды ұрлап алды. Оларды сақшы көріп, мылтығын алып, түзбен оқтап, мылтығының шүріппені басып атты. «Ойбай!» деп алмаларды жерге түсіріп, балалардың бірі айғайлады. «Көтініме дәл тиді, шалбарым жыртылып кетті, ата-анама не айтайын?» «Уайымдама, шалбарыңды менің үйіме барып жөндейміз. Күзетші біздің беттерін көрмеді, ол қарт болғандықтан жақсы көре алмады. Егер бізге көрсетсе, біз жазықсыз дейміз». «Жоқ, жоспарын істемейді. Маған қалай отыруға болады? Көтінім ауырып жатыр. Мен беріліп, жазығымды танап, жазығымды қабылдаймын. Жауапкершілігімді өзіме мойындаймын».